келесі екінші мәтінге көшпес бұрын біз сұрақтармен танысып аламыз. Балықшы отбасының алдағы мақсаты, келесі сұрақ мәтіннің жанры, мәтін мазмұны бойынша балық аулау басталатын мезгіл, мәтін мазмұнына сәйкес келетін тақырып, мәтін мазмұнындағы ой реттілігі. Енді осы сұрақтарға жауап беру үшін біз мәтін мазмұнына назар аударамыз. Өздеріңіз видеоны тоқтатып қойып, мәтінді оқып, зейінді шоғырландырып, мәтінді мұқият оқып шығыңыздар. Мәтіннің мазмұнымен толық танысып болсаңыздар, енді тапсырмаларын орындайық. Бірінші сұрақ, бұл мәтін бойынша балықшы отбасының алдағы мақсаты. Бұл сұрақтың жауабы мәтін бойынша соңғы қорытынды бөлімде айтылып тұр. Бүгінде бұл отбасы осы тауарларды саудаға да шығарған. Оған сұраныстың да жоғары екенін айтады. Сондай-ақ балықшылар отбасы әр демалыста балыққа шығуды әдетке айналдырған. Сонымен қатар үйдегі балаларын да осыған баулып жүр. Демек, біз осы сұраққа байланысты мына сөздерге назар аударамыз. Балыққа шығуды әдетке айналдырған, тауарларды саудаға шығарған және осыған балаларын да баулып жүр. Осы сөйлемдер арқылы бұл сұрақтың жауабын балықшы отбасының алдағы мақсаты отбасылық кәсіпті кеңейту екенін аңғарамыз. Келесі сұрақ. Мәтіннің жанры. Мақала, фельетон, әңгіме, эссе. Енді жеке-жеке тоқталып көрейік. Бірінші эссе. Эссе дегеніміз еркін композициясы бар шығарма. Әңгіме. Әңгіме дегеніміз бұл жерде оқиғаның қара сөзбен баяндайтын шағын көркем шығарма жанры. Ал фельетон бұл шағын көлемді публицистикалық үнді, әсерлі тілді, сын ысқаққа бай, күлкілі жайлары бар әдеби көркем шығарма. Қарап отырсақ, бұл біздің жоғарыдағы мәтініміз фельетонда емес, әңгімеде емес, эсседе емес. Демек, бұл ережелерге сәйкес келмейді мәтіннің мазмұны. Демек, бұл мақала. Сонда жауабы мақала. Келесі сұрақ. Мәтін мазмұны бойынша балық аулау басталатын мезгіл. Осы мәтіннің біз кіріспе бөліміне назар аударсақ, балықшылар жылдың екі мезгілінде қармақтарын қамдайды. Көктем мен қыстың алғашқы аязын күтеді деген сөйлемдерден біз аңғарамыз. Демек, көктем және қыс. Қыс және көктем айлары екен. Келесі сұрақ. Мәтін мазмұнына сәйкес келетін тақырып. Балықшылар пайдасы, балық аулау, балықшылар отбасы, балық шаруашылығы. Біз мәтіннің мазмұнын қайтадан қарап шығып, мәтін мазмұнына тоқталсақ, біз бұл сұрақтың жауабын барлық өн бойында балық аулау туралы айтылғанын байқаймыз. Демек, сұрақтың жауабы балық аулау. Мұнда тақырып келеді тақырып. Мұнда барлық бөлімдерінде балық аулау туралы айтылған. Келесі сұрақ. Мәтін мазмұнындағы ой реттілігі. Мәтін мазмұнында балық аулауға балаларын баулу, балық аулауды кәсіп еткен отбасы, балық аулаудың тигізер пайдасы, балық аулау құралдарын тігу. Енді осы туралы мәтіннің қай жерінде айтылғанын біз қазір табамыз. Бірінші, балық
аулауға балаларын баулу. Ол бізде мәтіннің қорытынды бөлімінде айтылған. Міне, балыққа демалыста балыққа шығуды әдетке айналдырған және сонымен қатар үйдегі балаларында осыған баулып жүр. Демек, бұл қорытынды бөлімде айтылған. Бұл жерге 1 деп қоямыз. Келесі, балық аулауды кәсіп еткен отбасы. Көкшетаулы Кәрімовтер отбасы 5 жылға жуық балық аулап келеді. Демек, мына жерде бұнда мәтіннің кіріспесінде айтылған. Демек, мына жерге біз 2 деп қоямыз. 2. Енді балық аулаудың тигізер пайдасы. Балыққа шығу, ең алдымен денсаулыққа пайдалы, күйзелістен арылтады, тыныс алу жүйелерін дұрыстайды. Демек, мына жерге біз балық аулаудың тигізер пайдасы туралы мына жерде айтылған. Демек, мына тұсына 3 деп қоямыз. Енді балық аулау құралдарын тігу. Балық аулау құралдарын тігу мына жерде айтылған. Міне, мұзға төсеніш ретінде өздері қолдарынан балық аулауға арналған төсеніштер тігеді екен. Демек, мына жерге біз 4 деп қоямыз. Демек, сонда мәтіннің реттілігі қарап отырсақ 2, 4, 3, 1. Сонда А вариант, А нұсқасы екен. Сонымен қарап отырсақ, балалар, барлық жауап нұсқасы мәтін мазмұнында тұр. Біз бүгін міне 2 мәтін талдадық. Назарларыңызға рахмет. Негізінде 3 мәтін бар. Келесі сабақта 3-ші мәтінді талдаймыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза отырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.